Аллах Акбар. Сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге Си Джин, Кров книги фильмінің қысқаша шолуын ұсынамыз. Фильм оқиғасы апалы сіңілі қыздардың қара магия жасаушысына жүгінуімен басталады. Бас кейіпкер Ирма, немере ағасы Галанға деген тыйым салынған сезімдерін жеңе алмай, сиқыршыдан көмек сұрауға келеді. Галан да оған немқұрайлы емес, бірақ олардың махаббаты моральдық шекаралармен шектелген. Сиқыршы Ирманың жағдайын тыңдап, рухтармен байланысқа шығады. Кенеттен Ирма өзінің қасында отырған сіңілісінің рухымен сөйлеседі. Рух оған немере ағасымен махаббат құруға тыйым салынғанын, және бұл үшін өлім жазасы күтіп тұрғанын ескертті. Арада 12 жыл өткен соң, Галан бақытты отбасы құрған, оның сүйікті әйелі, және Софи есімді қызы бар. Бір күні туған күнін атап өту үшін барлық туыстары жиналады. Ирма да отбасы мүшелерімен бірге келеді. Қонақтар келгенде Галанның анасы қатты ауырып, төсектен тұра алмай жатқаны белгілі болады. Барлығы Софиді туған күнімен құттықтап, үлкен дастархан басына жиналады. Ирма Софиге үлкен қуыршақ сыйлайды. Алайда, бәрі науқас әпкесінің бөлмесіне кіріп кеткенде, Ирма мен Галан жеке қалады. Ирма Галанға жақындап, оны құшақтамақ болады. Бірақ Галан қатты шошынып, мұндай әрекеттің орынсыз екенін айтады. Ирма ренішпен немере ағасын құшақтауға да тыйым салынғанына наразылық білдіреді. Галан олардың туыстық қарым-қатынасын еске салып, бұған нүкте қою керектігін қатаң түрде ескертеді. Ирма ашуға беріліп, Галанға ауыр сөздерді айтады. Оның қызы Софи туғаннан бері көзі көрмейді және өзінің одан жүкті екенін жеткізеді. Сол уақытта қызы Софи келіп әкесін шақырады. Кешкісін Ирма Галанның жұмыс орнына келді. Ол жүкті екенін қайта айтып, Галаннан жауапкершілікті мойнына алуды талап етті. Галан үнсіз ойланып тұрғанда, Ирма кенеттен пышақ шығарып, оны қорқытып, талаптарын тағы да қайталады. Қауіптен қорыққан Галан өзін қорғау үшін оны итеріп жібереді. Бұл әрекеттен Ирманың жағдайы күрт нашарлайды, және ол ауруханаға түсуге мәжбүр болады. Ирманың жүктілігі түсікпен аяқталады. Бұл қайғылы оқиға Галан үшін ауыр соққы болады. Ол өзінің әрекеттерін ой елегінен өткізіп, қарым-қатынасты мүлдем тоқтату керектігін түсіндіреді. Галан Ирмадан алыстайды. Бірақ бұл шешім Ирманың жан жарасын одан әрі тереңдетеді. Кешкісін Галан мешітке келеді. Оны молда қарсы алып, қызы Софидің бой жеткенін және дұғада жүру керектігін айтып, оған дұға кітабын сыйлайды. Молда отбасының мешітке келмегенін еске салып, Галанды дұға жасауға мешітке шақырады. Алайда Галан кейін келетінін айтып, үйіне қайтады. Галан үйіне келгенде қызы Софидің қуыршақпен ойнап отырғанын көреді. Ол жуынып демалуға жатады. Түнде кенеттен есік ашылады. Софи жатын бөлмеге келгенде әкесі оянып кетеді. Қызы қолындағы көздерді ұстап, әкесіне қарап келесі туған күніне өзіне көз сыйлауды сұрап тұр. Галан шошып оянып, бұл түс екенін түсінеді. Ол қызының бөлмесіне барып, бәрі орында екеніне көз жеткізеді. Келесі күн ол мешітке барып, молданың күнә жасаушылар туралы уағызын тыңдайды. Бірақ Галан ойға шомып, айтылған сөздерді дұрыс қабылдамай отыр. Уағыздан кейін мешіт сыртында оған Ирма қоңырау шалады. Галан оған жайына қалдыруды айтып, телефонды сөндіріп тастайды. Ашуға булыққан Ирма кек алу үшін қайтадан сиқыршыға барады. Ақшасы жоқ болғандықтан ол қолындағы барлық қымбат әшекейлерін береді. Ирма сиқыршыдан Галанның жалғыз сүйіктісі болуды сұрайды. Сиқыршы келісіп, Галан мен оның отбасы мүшелерінің есімдерін сұрайды. Сондай-ақ рәсім жасау үшін Галанның әйелінің шашы, қаны және суретін әкелу керектігін айтады. Ол қара магия арқылы жындарды шақырып, 5 күннің ішінде Галанның барлық қандас туыстарының өлетінін ескертеді. Сиқыршы жұмысқа кірісіп, қажетті заттарды дайындай бастайды. Ол қорадағы өгізді құрбан етіп, моладағы мәйіттің сүйегін алу үшін қазып алады. Қараңғы магияның ең ауыр рәсіміне дайындық жүріп жатыр. Галан жұмыста болған кезде Ирма оның үйіне барып, әйеліне жағдай сұрау үшін келгенін айтады. Әңгіме барысында ол ванна бөлмесіне кіріп, Нисаның тарақта қалған шашын және қоқыс жәшіктен гигиеналық төсемедегі қанды алады. Барлығын қағазға орап, асығыс екенін айтып, үйден шығып кетеді. Ирма сиқыршыға Нисаның шашын, төсемедегі қаны және оның суретін әкеледі. Сиқыршы суретті мәйіттің сүйегіне қойып, оны малдың шегімен орап, азаптаушы жын рухын шақырады.
Кейін ол көмекшісіне суретті иттің ыдысына салып, үстіне тамақ қосып, түнде итті осымен тамақтандыруды тапсырады. Сиқыршы Ирмаға бүгіннен бастап 5 күн ішінде Галан мен оның барлық қандастарын өлтіретін қанішер жын шақырғанын айтады. Бірінші күні Ниса таң намазын оқып отырғанда, кенеттен төбеден өгіздің басы мен іш құрылысы алдына түседі. Шошынған ол айқайлап жібереді. Дауысқа жүгіріп келген Галан не болғанын сұрайды. Ниса төбеден өгіздің басы құлағанын айтып, қорқынышын жеткізеді. Алайда Галан жан-жағына қарап, ештеңе көрмегенін айтады. Ол Нисаны тыныштандырып, таң атып қалғанын айтып, бөлмеден шығып кетеді. Екінші күні Ниса қызының бөлмесінде отырғанда, кенеттен жерге бос бөтелке домалап түседі. Назарын аударған ол бөтелкені жерден алып, кереуеттің астында жатқан Сафидің қуыршағын көреді. Ниса қуыршақты қолына алып, бір түрлі күйге түседі. Ол қуыршақтың және өзінің шаштарын қиып аузына салып, жұта бастайды. Үшінші күні түнде Ирма өз бөлмесінде ұйықтауға дайындалып жатқанда, бөлме есігі кенеттен өздігінен ашылады. Ол жан-жағына қарап, есікті жауып қояды. Төсегіне қайта жатып, шамды сөндіргенде, біреу жамылғы көрпесін тартып жатқанын сезеді. Дереу жарықты жағып артына қараса, қасында сіңлісі жатқанын көреді. Оны оята бергенде, сіңлісінің беті мәйітке айналғанын көріп, шошып бөлмеден шығып кетеді. Бірақ есік алдынан шыққан сіңлісі тірі қалпында. Ол Ирмадан не болғанын сұрайды. Бөлмесіндегі төсегін қарағанда, төсекте ешкімнің жоқ екенін көреді. Түн ішінде Ниса намаз оқып отырып, кенеттен тұншыға бастайды. Қасына Сафи келіп не болғанын сұрағанда, Ниса кенеттен қан құсып жібереді. Таңертең Ниса ауыр халдегі енесіне күтім жасап жатып, бойын түсініксіз күш билеп енесін тұншықтырмақ болады. Бірақ өз-өзіне келіп, одан кешірім сұрап, бөлмеден шығып кетеді. Ол ас бөлмесіне келіп, түскі асқа сорпа дайындап, жуынатын бөлмеге кіріп кетеді. Сол кезде енесі орнынан тұрып, ас бөлмеге барып, қайнап тұрған сорпаны өзінің басына құяды. Ниса оны тоқтатпақ болғанымен үлгермейді. Енесі ауыр күйіктен қайтыс болады. Енесінің жаназасында молда мен ағайын туыстар Құран оқып жатқанда, Ниса кенеттен шашы жалбырап, айқайлап, енесінің мәйітін аударып жібереді. Шошынған Галан оны тоқтатпақ болады. Молда Нисаның бойына жын кіргенін түсініп, оған Құран сүрелерін оқып, Алланың атымен жынға адам тәнінен шығуды бұйырады. Осы сәтте Ниса өз-өзіне келіп, иесінен танып қалады. Молда Галанға әйелінің жыннан азап шеккенін және оған көмек беретінін айтады. Жерлеуден кейін Галан бөлмесінде отырғанда, төменгі қабаттан әйелдердің жақында бәрің өлесіңдер деген даусын естиді. Төменге түсіп қараса, ақ хиджаб киген әйелдер топырлап, ақ матаға оралған мәйіттің жанында отыр. Олар қорқынышты дауыспен ұрандатуда. Галан ақ матадағы мәйіттің өзі екенін көріп, шошып оянады. Бұл қорқынышты түсі еді. Оянғанда қасында отырған Сафиді құшақтайды. Төртінші күні Галан мешітке барып, молдаға әйелінің бойындағы өзгеше құбылыстар мен өзінің жаман түстер көріп жүргенін айтады. Молда оған тек Аллаға сеніп қорықпау керектігін және көмек беретінін айтады. Ол Галанға әйеліне арнайы дұға жазылған қағазды суға салып ішу керектігін және кешкісін дұға тілеуді тапсырады. Галан үйіне келгенде Ниса қайтыс болған енесін жуынатын бөлмеде көріп айқайлай бастайды. Галан оны тыныштандырып, жатын бөлмеге кіргізеді. Молданың берген дұға суын алып, Нисаның бетін сүртпек болғанда, Ниса жынданып, қатты айқайлап қарсыласады. Галан оның бетін сүртіп болған соң, әйелі тынышталады. Ол оған анасының қайтыс болғанын және енді оны мазаламау керектігін айтып, әйелін орнына жатқызады. Галан Құран сүресі жазылған аудио қосып бөлмеден шығып кетеді. Кенеттен Құран әуені өзінен өзі өшіп қалады, ал Нисаның екі көзі ағарып кеткен. Төртінші күні кешке Имранның анасы ас бөлмеде жынданып, ыдыстарды сындырып, сынған ыдыстың бір бөлшегін аузына салып жұта бастайды. Шыны оның өңешін қиып, сол жерде қайтыс болады. Біраз уақыттан кейін апалы сіңлі қыздар үйге келіп, анасының өліміне куә болады. Анасын жерлеген соң, Имра сіңлісін құшақтап, өзінің сиқыршыға барып, үлкен қателік жасағанын мойындайды. Ол жеңгесі Нисаның өлімін ғана қалағанын, бірақ туыстарының қырылуын мақсат етпегенін түсіндіреді. Сонымен қатар, Галаннан аяғы ауыр болғанын, кейін түсіп тастағасын ашумен жасағанын сіңлісіне ашып айтады. Бесінші күні күндіз Ниса үйде қызының қасында отырған сәтте бойын жаман күш билеп жыныра бастайды. Ол шалғысын алып, өзіне қол жұмсамақ болады. Дәл сол сәтте үйге келген Галан әйелін құтқарып қалады.
Ол болған жайтты молдаға айтып кеңес сұрайды. Молда Нисаның бойындағы жынды шығаруды және оны кейін жоғалтатынын ескертеді. Сонымен қатар оған барлық жасаған күнәлары үшін Алладан кешірім сұрау керектігін айтып, Нисаны мешітке әкелуді тапсырады. Молда кеткеннен кейін апалы сіңілі қыздар Галанның үйіне келеді. Ирма Галаннан кешірім сұрап, өзінің анасының және үлкен тәтесінің өліміне өзін кінәлі екенін айтып мойындайды. Оның отбасына қастандық жасалғанын білген Галан оған тек өзінің отбасын құтқарғысы келетінін айтып, олардан алшақтайды. 5-ші күні кешке Ирма қалған алтындарын алып, ас бөлмеде отырған Вуланға сиқыршыға барып қателігін реттеуді айтады. Кенеттен Вуланды жын ұрып, Ирмаға шабуыл жасайды. Қорыққан Ирма бөлмесіне кіріп, есікті бекітіп алады. Тыныштық орнаған соң есікті ашқанда, Вулан терезені сындырып кіреді. Ирма далаға қарай қашады. Вулан қорқынышты дауыспен оған сіңілісінің өлетінін айтып, биік талға өрмелеп, өзін лақтырып жібереді. Ирма қайтыс болған сіңілісін құшақтап жылап қалады. Галан намазын оқып, әйелін алып мешітке келеді. Молда Нисаның бойындағы жынды шығару үшін оның қолдарын байлап, Алланың атымен дұға сүрелерін оқиды. Кенеттен жарық жанып өшіп, Ниса өздігінен күле бастайды. Молда мен көмекшілері дұғасын жалғастырады. Ниса отырған орындық жоғары көтеріледі. Бір кезде мешіт терезесі сынып, барлығы есінен танып құлайды. Жын орнынан атып тұрып, Галанға шабуыл жасаған сәтте, молда қасиетті таяғымен оны ұрып жібергенде Ниса талып қалады. Ал Ирма жан түршігерлік көріністер оны қудалай бастағанда, өшпенділік жоспар бойынша жүрмегенін түсінді. Ол анасы мен сіңілісінің өліміне шыдамай, сиқыршының үйіне барады. Бірақ сиқыршы үйінде одан жасырынып қалады. Ирма өз қателігін түсініп, енді ешкімнің өлуін қаламайтынын және тоқтатуды талап етеді. Бірақ түсініксіз күш оның бойын билеп, ол өз басын жарып, өмірмен қоштасады. Бірнеше уақыттан соң Галанның қызы Сафи мешітке кіріп келеді. Молда Галанға жынның туыстық қан арқылы араласқанын және сиқыр жасалғанын айтады. Галан ойланып, 5 күн бұрын әйелі Ниса қызының бойжеткенін және оның алғашқы етеккірі келгенін айтқан сәтті есіне алады. Сол сәтте Ирма оның үйіне келіп, қоқыстағы Сафидің төсенішін алып кеткені және сиқыр жасаған үшін кешірім сұрағанын есіне түсіреді. Галанның туыстары, оның ішінде өзінің анасы, тәтесі, немере қарындастары және туған қызы болды. Жынның Сафи арқылы еніп, бәрін өзіне бағындырғаны анықталды. Сафи әкесін қылғындырып жатқанда, әкесі қызынан кешірім сұрайды. Ал молда Алланың атымен сүрелерін оқып, Сафидің бойындағы жынды қуып шығарады. Пандеглан ауданындағы мешітте бір отбасы қайғылы жағдайда табылды. Күйеуінің мойны сынған күйде өлі, ал әйелі мен қызы ес-түссіз жатты. Полиция күйеуінің 2 немере қарындастарының өлімін де анықтады. Әйелі ауыр жағдайда аман қалды, бірақ медицина нақты диагнозын таба алмады. Қызы толық сауығып кетті. Кино шолуы ұнаса, тіркелуді және пікір қалдыруды ұмытпаңыз.